Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, соңғы уақытта адам ағзасының вирустар мен бактерияларды өздігінен жою қабілеті тым нашарлап кеткен. Бұл ретсіз дәрі ішудің салдарынан, дейді мамандар. Фармацевтиканың дамуы медицинаны жаңа деңгейге көтерді. Нәтижесінде халықтың өмір сүру жасының орташа ұзақтығы да айтарлықтай өзгерді. Антибиотиктер кезінде емі табылмаған түрлі дерттің шипасына айналды. Дей тұрғанмен дәріні көп ішу ағзаға қалай әсер етеді? Сіз білесіз бе? Зиян деп ойлаймын. Мен дәрі ішпеймін, мен укол система. Бауырға қатты әсер етеді. Көп ішкеннен. Дозамен ішу керек. Көп жеп жүрсең ауырасың ғой. Өте жаман әсер етеді деп ойлаймын. Мен вообще дәрі ішпеймін, шынымды айтсам. Ауырсам да шыдаймын, бірақ дәрі ішпеймін ешқашан. Біз дәрі көп ішпейміз, я стараюсь дәрі көп ішпеуге. Даже өзімдей балаларыма да. Органдарға әсер етеді ғой. Анда-санда кейде басым ауырғанда цитрамон ішемін. Дәріні аз ішеміз, мүмкіндігінше. Негізі жақсы әлседі, бірақ қалай оны... Өздеріңізді мазалаған сан сауалға дәл қазір Таңшолпанның тікелей эфирінен қонағымыздың жауабын біле аласыздар. Оған дейін бізге хабарласқан көрерменімізді байланысқа қосып, Серікболдың жауабын тыңдайықшы. Ақын жігіт Серікбол, қалың қалай? Жақсы, өздеріңіздің қалдарыңыз қалай? Өте жақсы. Өзіңнің бізге бері жауабыңнан бұрын айтатын шумағың бар еді. Таңертеңгісін мен ертерек оянам, тұрған бетте беті қолын жуып, тамағымды ішіп, сіздермен қосам. Қосқан бетте егерде өздеріңіз тұрасыздар, әрқашан да сіздерге шаттық пен бақыт тілеп жүретін Қаройдан Серікбол мен болам. Ай, бәрекелді, рахмет Серікбол, інім алтын жігіт. Өсе бер, өне бер, ал енді бүгінгі күннің жауабы қандай екен? Мен біраз адамдар айтып жатыр, асық ойыны, қанталапай, бәрі айтып жатыр. Мен ләңгі ойыны деп ойлаймын. Ләңгі? О, керемет жауап болды. Қыздыратын жанды, нұрға бөлетін таңды, сенің жауабың асық емес, ләңгі. Рахмет Серікбол, қабылдадық, мың алғыс саған. Расында да ерекше жауап, және де Серікболдың жеңімпаз болуына өз басым жанкүйермін Серікболға. Мен жанкүйерім, жақсы көремін осы Серікболды. Енді студиямызға келген қонақты таныстырып өтейін. Дәріге байланысты қояр сауалдарымыз бар. Әлгі мазалаған сан сауалға қазір жауап аламыз. Медицина ғылымдарының докторы Райхан Қуандыққызы, қош келдіңіз. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Ертемен бізбен бірге келіп жеттіңіз студиямызға. Бүгінгі таңды бізбен бірге қарсы алғаныңызға рахмет ең әуелі. Енді Райхан ханым, жаңа көрдіңіз, халықтан сұрап жатырмыз, дәрі-дәрмекті көп тұтынасыздар ма деп. Көбі өздігінен дәрігердің жазып бермеген дәрілерін естігені бойынша анальгин ауырғанды басады, ношпада ауырғанды басады, цитрамон бас ауруын басады деп іше береді. Ол қаншалықты зиян? Бұл өте зиян. Вообще дәрі дегеніміз бұл у. Студенттерге қандай затты сырттан енгізсек те бәрі у болады. Жаңағы айтып отырған қантыңыз да у, тұз да у, ас содасын ішсек те ол да у. Бірақ бәрі немен байланысты? Мөлшермен. Сондықтан қандай болсын дәріні ең бірінші дұрыс мөлшермен қолдану керек. Бірақ ол мысалы дәрігердің қабылдауымен, дәрігердің бақылауымен қолданылса. Ал енді біз дәріні жай өзіміз жаңа айтқандай, өзімен өзі самолечение дейді. Қазір самолечение деген жалпы өте көп және ең сондай үлкен проблема болып шығып келе жатыр. Сондықтан өзімен өзі адам өзін өзі емдеуге болмайды. Қазіргі кезде бәрі мұғалім, бәрі дәрігер. Сондықтан өздерін сол мұғалім дәрігердің бірі менмін. Басым ауыра қалса бірден дәрі ішуге тырысам. Ал енді кейінгі кездер естіп жүргенім, дәрі ішкеннен гөрі адамның өзінің иммунитеті күрескен дұрыс дейді. Жалпы адам мен жазылам, бұл аурудан тез арада емделіп кетем деп өзін өзі сендіретін болса, ол қаншалықты дұрыс? Ол тек қана иммунитет емес, бір сондай сөз бар ғой, аурудың бәрі мына жерден деген. Ауру бастан. Бәрі көңілде, дұрыс тамақтануда,
дұрыс ұйықтап уақытында жатып уақытында тұрғаннан, енді ерлі зайыпты бір-біріне қарама-қарсыдан, бәрі осымен байланысты, жалпы біздің өмірімізбен байланысты. Яғни көңіл күйге де тікелей байланысты, қатысы бар ғой. Өте байланысты. Көңіл тоқ болса, бәрі де жай болады деген, Мысалы, азып кетсе де адам сұрап жатады ғой, уайымың бар ма деп. Яғни егер уайым болса да, адамның денсаулығы бұзылады. Енді дәріге оралайықшы. Мысалы, балалар ауырып қалған жағдайда да біздің ата-аналар көп жағдайда дәрігерге баруға уақыт таппай жатады, жұмыс басты. Баланы бір рет қаратқан дәрігерге оның жазып берген сол антибиотигін келесі ауырған кезде де пайдаланып жатады. Сол жөтелді ғой, тура сол алдындағыдай тамақ ауырып қалды ғой деп, соны пайдаланып жатады. Бірақ антибиотик бірінші кездегідей көмегін бермей жатады, кейде кері әсер болып жатады. Мұның себебі неде және осындай жағдайда қандай кеңес айтар едіңіз? Негізі антибиотик дегеннен ары қарай алыстап жүру керек. Дамыған елдерде антибиотиктердің бәрі тек қана рецептпен беріледі. Бізде де сондай енді заң шыққан, бірақ әлі оны көп қолданып жатқан жоқ. Антибиотик дегеніміз организмдегі микроорганизмдердің бактериялерді жоятын дәрілер. Бірақ бактериялердің көбі бізге қажетті ма? Және де осы ауруды тудырған қандай бактерия екенін біз білмейміз, оған өзін сәйкес антибиотика болу керек. Сондай өте көп сұрақтар бар, оның барлығын енді нақты сол беретін, бақылайтын дәрігер болу керек. Дәрін айттық, енді халық еміне келейікші. Таңда бір қасық балды жалап ішудің өзі ағзаға сондай күш береді деген бар. Осы жөнді айтсаңыз, және балды тек қана таңда ма әлде тәуліктің басқа мезгілінде де ішуге болады ма? Жалпы пайдасы, зияны бар ма? Оны ішуге болады, бірақ балдың қазіргі кезде қандай бал ішіп жатқаныңызды ең бірінші қарап алсаңыздар. Ол табиғи ма, жоқ әлде жасанды ма білмеймін. Жасанды ма, немесе ол жалпы қай жерден алып келді. Таза бал деп айтайықшы. Таза бал болсын. Таза балдың енді өзін ерекше апитерапия деген өзіне ерекше сондай қолданатын көрсеткіштер бар. Жай қарапайым енді таңертең бір қасық бал жесеңіздер, ешқандай мен ойлаймын жамандық болмайды, зияндық болмайды. Бірақ ол балды қайта-қайта жіберсеңіздер, әсіресе диабетке сондай несі бар, расположениесі бар адамдарға, конечно, сондай. Ол да қандай зат болсын, жайдың өзі болсын, мөлшерден тыс болмау керек. Райхан ханым, бізге сұрақ жолдап жатқан көрермендердің көбі шетелдік БАДтарды, яғни қоспаларды, тамаққа қоспаларды, содан кейін дәрумендерді, химикат дәрумендер ғой, енді былайша айтқанда дәрі препарат ретіндегі көп қолданамыз дейді. Өйткені қазіргі кездегі тағамдар құнарсыз, одан кейін ГМО барлығы да қосынды, табиғилық аз, сондықтан да біз БАДтарды қолданамыз дейді. Бұл БАДтарды қолданудың да өзіндік орны бар шығар. Осы жөнінде де айтып өтсеңіз. Мен енді дәрігер болғандықтан БАД дегенден қорқам. БАД деп неге атайды? БАД деген бұл да дәрілер. Құрамында бірнеше заттар болуы мүмкін. Биоқосымша деп жатамыз, бірақ ол не бар екен біз тексеріп отырған жоқпыз, бірақ БАДтардың ерекшелігі оларды тәжірибесі сатуға болады. Сондықтан БАД деп оны ары қарай енді қазір ақпараттар көп қой. Интернет болсын, телевизор, радиодан адам көп сондай ақпарат алады. Жарнамасын енді қатырады маркетологтар. Сол жарнаманы бәрі жақсы болады дейді. Ағзамыз жаңарады дейді. Себебінен қолданатын заттар. Ал негізі мен өз айналама, өз студенттерім оны вообще қолданбауға тырысамын. Өзіңіз қолданбайсыз ғой? Вообще даже жақындамаймыз. Ал не ішіп жатқанымызды білмей қаламыз. Өзіңіз дәрігер ретінде қалай емделесіз? Осындай маусымдық кездерде енді тұмаудан, енді әр адам сақтықта қорлық жоқ дейді ғой, сақтанып жүру керек. Қалай сақтанасыз? Сақтанғанды дәрісіз сақтану керек. Жалпы профилактикалық медицина деген бар, профилактикалық фармакология деген бар. Бірақ ол фармакология алдын алу болмау керек дәрімен. Сақтаныңыз, әне бал бар, әне тағы не болады, шай бар. Райхан ханым, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, жалпы дәріні аз қолдану керек, мүмкіндігінше қолданбаған дұрыс. Бізге дәл қазір хабарласқан көрерменіміздің Қызылордадан қояр сауалы бар екен. Саламатсыз ба? Дәрігерге қояр сауалыңыз болса? Жанайдар мырза, сауалыңыз бар екен. Байланыстасыз аға. Саламатсыздар. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар. Мынау сіздерге табыс тілеймін, шығармашылық барлығыңызға, таңшылық ұжымына.
көп рахмет. Мына қарындасыма бір сұрағым бар. Мынау егу деген кішкентай балаларға сол туралы Израильдар қарсы болып отыр оған, бізде қалай? Екпеге байланысты. Балаларға екпе егу қаншалықты дұрыс дейді? Қазір көпшілігі дұрыс дейді, кейбір кісілер қажет жоқ деп санап жатыр. Дәрігер ретінде қандай кеңес бересіз? Өте күрделі сұрақ. Дәрігер ретінде, ана ретінде де әсіресе осындай кішкентай балаларға екпесе көптеген аурулар, қазір енді біз көп ауруларды жеңіп шықтық Совет үкіметі кезінде, оспа сияқты жағын. Екпесе сол аурулар қайтадан шығады. Ол жағынан енді егу керек, конечно. Бірақ егуге тиым салынған кездер, тиым салынмыз, сондай проблема болғанымыз, сол жаңағы вакциналардың жетіспеушілігінен. Барлық проблема ақпарат болмағаннан, сол поликлиникаға барып, сол нелердің лицензиясын қарап, вакциналардың дұрыс сынақта, сондай енді Бұл мені де мазалап жүрген сауал болатын, нақты айтыңызшы, екпені салдырған дұрыс па әлде? Әрбір барлық екпелер салуға болмайды. Яғни дәрігердің кеңесін міндетті түрде алу. Көп рахмет сізге.